Қайырлы күн. Кайрге жақында қана 18 жасқа толды. Ата-анасы шетелге шығуды жақсы көргендіктен ол үлкен үйде жалғыз тұрады. Тек әдебиет қана оны жалықтырмайды. Оның бір арманы бар, сүйікті болу. Және бүгін оның өмірінде жаңа бір оқиға орын алады. Ол өзі сияқты жазушыны, мұғалім Джонатанды кездестіреді. Джонатан шабытын осы алыс қалашықтан тапқан. Кайрге сабақтан әрқашан бәрінен бұрын келеді. Бұл Джонатанды таң қалдырады. Сондықтан ол қыздың қайда тұратынын сұрайды. Екеуі өз өмірлері жайлы әңгімелеседі. Джонатан Кайрдің бүткіл оқу бағдарламасын оқып шыққанына таң қалады. Кайрге әзілдеп, маған қатырақтар ұнайды деп жауап береді. Осы кезде кабинетке Винни кіріп, құрбысын сөйлесуге алып кетеді. Олар шыққан кезде Джонатан Кайрдің кітаптарын қарап тұрады. Оның ойын Борис бөледі. Ол бірден Джонатанның қыздың кітабын оқып тұрғанын түсінеді. Өйткені оның сюжеті өте вульгарлы болатын. Мұндайды жігіттер оқымайды. Тағдырдың айдауымен Кайр Джонатанның жазған кітабын оқығанын ұнатады. Ал Джонатан әйелі Беатрицамен тұрады. Беатрица жазушы. Ол әйеліне оның кітабын оқитын оқушысы бар екенін айтады. Екеуі билей бастайды. Бірақ Эммиден келген қоңырау оларды бөледі. Жаңа күн туады. Мұғалімдер орындықта демалып кофе ішіп отырады. Борис орманда елестер тұрма деп сұрайды. Сол сәтте орманнан Кайр шығып тура мұғалімдерге келеді. Борис оған печенье ұсынады, ал Джонатан қыздан көз ала алмай тұрады. Көп ұзамай Винни Бориске назарын аудартуға тырысады. Ол ашық түрде олардың қарым-қатынасы қызықтыратынын айтады. Кайр құрбысын есі кеткен деп айтады. Сабақтан кейін қыздар жиналады. Кайр құрбысын есі кеткен деп айтады. Сабақтан кейін қыздар жиналады. Кайр болашақ кітабына тақырып таба алмай жүргенін айтады. Винни оған жаңа тақырыпта шабыт беретін оқиға бастан кешіруді ұсынады. Мысалы, мұғалімдермен интрига. Бірақ мәселе екеуінің де бейсалды қарым-қатынасы болмаған. Винни алғашқы кездесуін Бориспен өткізгісі келеді. Кайрде министр Джонатан оған ерекше қарайтынын түсіну керек екенін айтады. Бірақ Кайр бәрін жоққа шығарады. Күннің қалған бөлігінде ол Джонатанның кітабын оқиды. Ал сабақ барысында екеуі бір-бірінен көз ала алмайды. Джонатан одан сабақтан кейін келуді сұрайды. Ал Кайрдің басында бір ғана ой оның толық назарын аудару. Кейінірек Джонатан жалғыз билеп тұрғанда оны Кайр бөліп жібереді. Қыз оның биін ешкімге айтпайтынына уәде береді. Джонатан оған поэзия үйірмесіне баруды ұсынады. Мүмкін бір нәрсе оған шабыт болар. Ол қыздың соңғы жұмысын оқып, қатты ұнатқанын айтады. Кайр ұялып шығармасын не туралы екенін түсіндіреді. Джонатан оның сүйікті жазушысының стилінде әңгіме жазуды сұрайды. Кайр оның кітабын толық оқығанын айтып, ұнаған бөлімдерін қайталайды. Джонатан не айтарын білмей қалады. Осы кезде Винни кіріп әңгіме тоқтайды. Сол күні мұғалімдер мен Беатрица кафеге барады. Онда Винни жұмыс істейді. Борис қызға әзілдейді. Ал Беатрица кітабын оққан қыздың қаншалықты демекенін сұрайды. Джонатан оны ақылды әрі ерекше деп сипаттайды. Беатрица күйеуін жазушылықты тастап мұғалімдікке ауысқан, содан бері кітап жазбағанын айтады. Ертең Кайр жазушылар үйірмесіне барады. Ол бұл күннің оның өмірінде маңызды рөл атқаратынын сезеді. Джонатан оны көргеніне қуанады. Сахнаға бір жігіт шығып шығармасын оқиды. Джонатан оны ынтамен тыңдайды. Ал Кайр тек Джонатанды ғана көреді. Ертеңіне ол мұғалімдерге кофе әкеледі. Борис өзінің печеньесін бөліседі. Кайр Борис неге мұншалықты дәмді печенье жасайтынын түсіне алмайды. Ол мұны сатып бизнес жасай алар еді. Қыздар Джонатанға көргенде ол әйелмен бірге демалысқа кететінін айтады. Винни мұғалім мен Кайрдің арасында көзқарасты байқап, қызға бірінші қадам жасап, оны арбауды ұсынады. Сол кезде Борис келіп оларды бөледі. Ол печенье сатуды жоспарлап жүр. Ал Винни оның командасына қосылады. Оған тек оның өмірін керек. Бұл күні Кайр Джонатанға хабарласып, ол кетпес бұрын келетінін айтады. Кайр нағыз махаббат тыныш және сөзсіз деп ойлайды. Бірнеше сағаттан кейін Джонатан оның үйіне келеді. Кайр ақ көйлекпен шығады.
Джонатан тек қарап тұрады. Қыз оны шақырады, бірақ ол қол алмайды. Сондықтан Кайра өзі жақындайды. Екеуі сүйіседі. Үйге қайтқан соң Джонатанға Кайрадан хабарламалар ағылып келеді. Беатриса ашуланып ол сарайға кетеді. Сол жерде ол Кайраның жаңа кітабын оқиды және өзі басты кейіпкері деп елестейді. Құмарлыққа шыдамай лас әрекеттер жасайды. Келесі күні Кайра оның оғаш мінезін байқап, не болғанын сұрайды. Джонатан оған жаңа автор іздеу керек екенін айтады. Қыз өзі айтқан тақырыпты жазған еске салады. Джонатан одан шын мәнінде бұл тақырыпты біле ме деп сұрайды. Кайра бұл біз туралы деп жауап береді. Оның абдырап қалғанын байқап, бұл екі бір-біріне ұқсайтынын, әлеуметтік шектеулерді мойындамайтын адам жайында екенін түсіндіреді. Бірақ Джонатан бұл кітапты тым ересек деп санайды. Кайра оның қорқып тұрғанын айтады. Енді олар бөтен адамдар емес. Джонатан оның оқушы екенін, ол өзі мұғалім екенін түсіндіруге тырысады. Бірақ Кайра жұмыс жақсы екенін мойындауын талап етеді. Джонатан мойындағысы келмейді. Қыз оны амбициясыз, артық, бірақ жақсы бола алатындым деп айтады. Бірақ дәл қазір ол жауапсыз. Шығып бара жатып, ол өз әңгімесін әкімшілік жәшігіне салып кетеді. Кешке қыздар кездеседі. Винни оған Джонатан ұнай ма деп сұрайды. Кайраге оны заправкадағы сушидің жалған нұсқасы деп айтады. Бірақ соған қарамастан оны жақсы көретінін айтады. Сол уақытта Беатриса шәкірті жазған әңгімені оқиды. Бірақ Джонатан оған әңгіме кім туралы екенін айтпайды. Беатриса оны әңгімелеуге көндіреді. Кайраге Винниге Бориске жазуды ұсынады. Ол жазып, Борис Джонатанның үйіне келеді. Беатриса оның бейімдеуімен хат алмасып жатқанын байқайды. Бірақ ол кім екенін айтпайды. Осы сәтте әкімшіліктен қоңырау келіп, Джонатанды Кайрамен орынсыз қарым-қатынаста айыптайды. Ол барлығын жоққа шығарады. Егер Кайра бірдеңе дәлелдей алса, ол жұмысынан айырылатынын түсінеді. Беатриса жұмыстан ғана емес, одан да көп нәрседен айырылуы мүмкін екенін айтып, шындықты талап етеді. Джонатан ештеңе болмағанына ант етеді.